Қайырлы күн, құрметті супер көрермендер. Бүгін сіздермен витаминге бай гемоглобинді көтеретін керемет осындай тәтті салат дайындаймыз. Ең алдымен біз свекламызды майдалап турап аламыз. Құрметті көрермендер, алдағы уақытта керемет, оңай әрі қолжетімді дәмді тағамдардың рецепттерін жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздерге бірінші болып көрінетін болады жаңа рецепттер. Мінекей ендігі кезекте алмамызды турап аламыз. Менде қызылшамыздың көлемі көптеу болғандықтан 2 алма қостым. Алмамызды да дәл осылай турап алдық. Ендігі кезекте алдын ала жуып алған мейізімізді осылай ортасынан бөліп шықтым. Мейізді егер сіздер жылы суға жусаңыздар, жұмсарып әдемі болып тұрады. Бөлмей салсаңыздар да болады. Келесі міне жаңғағымызды мен осылай бөліп шығып жатырмын. Осы заттарды сіздер қанша көлемде қосу өз қалауларыңызша, қайсыны қатты жақсы көріп ұнататын болсаңыздар, соны көбірек қосуға болады. Мен 15% қаймақты қолдандым. Сіздер қаймақ болмаса майонез қолдануға да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Сонымен салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл салаттың қаншалықты ағзамызға пайдалы, дәрмендерге бай екенін өздеріңіз білесіздер. Ал бізге ас болсын.